Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Байланыста Шалдар Ахлек Асылбекұлы, бұл Репликон қазақ тілді медициналық каналы. Каналға қош келдіңіздер. Кезекті омыртқа бағанасының байланыстары сабағын жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып бітсіп кеткен омыртқалардың байланыстары, соның ішінде сегіз көз құйымшақ буыны тоқталатын боламыз. Енді алдыңғы сабақта біз жалпыма қандай байланыстарды айтқан едік, яғни типтік омыртқалардың байланыстары, яғни денелер арасында байланыс, доғалар арасында байланыс және өсінділер арасында байланыс. Өсінділердің ішінде біз қай буынға тоқталдық? Омыртқа аралық байланыс, то есть артикуляция интервертебралис немесе доға өсінділік байланыс, артикуляция зигопофисиалис. Енді бүгінгі сабақта біз бітсіп кеткен омыртқа, то есть сегіз көз бен құйымшаққа байланысты байланыстар қарастырамыз. Оның өзі беске бөлінеді екен, иә, міне. Қазір жеке-жеке әрқайсысы тоқталайық. Негізі қиын емес. Мынау біріншісіне қарағанда оңай, үшіншісіне қарағанда вообще оңай. Түсінікті? Үшіншісі негізі сәл қиындау. Кеттік. Анау үш деп отырғанымыз атиптік омыртқалар ғой. Енді кеттік. Бірінші біздің қарастыратын нәрсе не ол? Бел сегіз көз омыртқалар арасында байланыс. Енді әрине біз міндетті түрде білуіміз қажет. Мынау сегіз көз сүйегін қарастырған кезде ода не бар еді? Жоғарғы буындық бет бар еді. Процессус артикулярис superior. Ой, бет деппін ғой, өсінді. Енді соответственно ол жерде не пайда болады? Біз енді сегіз көз сүйегін қарастырған екен, біз сегіз көзге байланысты бүкіл байланыстар айтамыз. Ол әрине бел сегіз көз буыны, артикуляция люмбо сакралис, иә. Енді бұл жерде бұл буында біз алдыңғы мысалы омыртқаралық буындар сияқты айтпаймыз. То есть жаңағыдай басталатын мысалы несі сүйектері, оның капсуласы анау мынау деген секілді. Өйткені бұл буын кітапта көп айтылмайды, және де бұны оқытушылар көп сұрамайды. Жалпы бірақ бұны біз білуіміз керек. Міне, бел сегіз көз буыны, артикуляция люмбосакралис, ол қандай сүйектерден тұрады? Бел, иә, бесінші бел омыртқасы, яғни вертебра люмбалистен және де сегіз көздің буындық беттері арқылы байланысады екен. То есть мына кәдімгі процесс артикулярис инфериор, процесс артикулярис супериор арқылы бір-бірімен байланысады, кәдімгі буындық өсінділері арқылы. Енді бұл жердегі негізінен айтылатын байламдар бар емес па? Тура алдыңғы айтқан типичный байламдар бар ғой, типтік байламдар, ішіндегі жаңағы лигаменты лонгитюдинал антериор, постериор, солармен сәйкес болып келеді екен. Бірақ бұл жерде бір байламды айта кету керек, ол мықын бел байламы, лигамента илия люмбали. То есть осы байлам ерекше, осы жерде ғана кездесетін. Мына яғни ол қай жерден басталады? 4-ші 5-ші бел омыртқаларының көлденең енді өсінді деген қалай дұрыс болады? Көлденең өсінді дей берейік, көлденең өсінділерден басталып, ол мына жерде тұрған мықын сүйекке бекиді екен. Енді бұның қандай қатысы бар десеңіздер, негізінен бұл жаңағыдай 5-ші бел омыртқасы мен сегіз көздің арасында как бы бір байланысқа, екеуінің арасында бір тартылып тұратын байланысқа өзінің септігін тигізеді екен, иә. Сол себептен тек қана осы буынды, осы байламды білсеңіздер болады ерекше ретінде. Ал қалғандары алдыңғы типикалық омыртқалардың байланыстан, то есть байламдарына ұқсайды екен қалған байламдары. Енді бұл біріншісі. Келесі сегіз көз бен мықын сүйек арасындағы байланыстар. Енді сегіз көз бен мықын сүйек арасындағы байланыстарды біз сегіз көз мықын буын деп атаймыз. Артикуляция сакра илиака. Енді бұл буын көбінесе негізі жамбас сүйектерінің қосылыстары кезінде айтылады. Сол себептен дәл осы байламды біз не істейміз? Келесі аяқты өткен кезде, аяқ жамбасты өткен кезде сол кезде қарастырамыз. Қазір бұл бізге керек емес. Енді кейбір университеттерде бұны омыртқамен бірге өтіп кетеді. Бірақ біз бұны аяқта қарастырамыз. Келесі үшінші, ол сегіз көз омыртқалар арасына байланыс. То есть біз білеміз, сегіз көз сүйегі, ол негізі сегіз көз омыртқаларынан тұрған кезінде, кішкентай кезде. Соответственно, ол жерде екі түрлі байланыстар кездеседі. Ол синхондроз және де синастоз. Синхондроз деп отырмыз, кішкентай балаларда осы сегіз көз омыртқаның арасында шеміршек дискілер орналасқан кезінде. Бірақ уақыт өте келе ол не нәрсеге айналып кеткен? Синастозға, яғни уақыт өте келе олар дисктер сүйек түріне ауысады. Сол себептен біз бұл жерде синхондроз және синастоз деп айтамыз. Бірақ ересек адамдарда бұл жерде тек қана не синастоз ғана бар. Түсінікті? 18 жастан асқан ересек адамдарда тек қана синастоз. Сегіз көз омыртқаның арасында тек қана осындай ғана байланыс бар. Ол жер лене трансверс деп аталып кеткен. Және де бүгінгі біздің негізгі тақырып ол
сегіз көз құйымшақ омыртқалар арасындағы байланыс. Ол қандай байланыс? Ол сегіз көз құйымшақтық буыны, артикуляция сакрококцигия. Бүкіл кітаптарда, бүкіл медунивердегі силабустарда тек қана осы сегіз көз құйымшақ дейтін болса, немесе қозғалмайтын бітісіп кеткен омыртқалар дейтін болса, тек қана негізі осы буынды ғана айтады. Мен енді аналарды қосымша информация ретінде сіздерге қойдым. Енді қараңыздар, бір ерекшелік, міне көріп тұрғанымызда бұл қай жерде орналасады екен? Мынау тұрған сегіз көз бен құйымшақтың арасында. Енді ақпараттың әр түрлігіне байланысты бұл жерді екі түрлі атайды екен. Бірінші, біз өткен екінші сабақта қателеспесем, симфизер өткен кезде мен айтқан едім, симфизер екіге бөлінеді: уақытша және тұрақты. Соның ішіндегі тұрақтыға біз сегіз көз құйымшақ симфизін жатқызған едік. Не үшін? Потому что осы жерде не орналасады екен? Қуысы бар шеміршек орналасады екен. Сол себептен бұны сегіз көз құйымшақ симфиз деп атайды. Бірақ уақыт өте келе ол симфиз не істейді екен? Жаңағыдай кейбір адамдарда жаңағыдай тегістеліп былай истончение, то есть мөлшері кішірек кетеді, и сол жер буынға айналып кетеді. То есть кейбір кітаптарда оны симфиз, кейбір кітаптарда оны буын деп атайды. Бірақ біздің жағдайда ол не? Сегіз көз құйымшақ буын деп айта берсек болады. Енді буынға сәйкес бұл жерде кәдімгі өзінің алгоритмі бар екен. Кеттік. Сегіз көз құйымшақ буыны, артикуляция сакрококцигия, ол қандай сүйектерден құралған? Ол сегіз көз сүйегінің ұшы және құйымшақ сүйегінің негізінен құралған екен. Мен мына жерде негізі сразу айтып жіберіппін. Негізгі сегіз көз сүйегі және де құйымшақ сүйегінен тұрады екен. Сүйектердің буындық беттері қандай? Ол сегіз көздің ұшы, яғни апекс осис сакри, және құйымшақтың негізі базис осис кокцигиядан тұрады екен. То есть мынау жер, мынау бізде сегіз көз сүйегінің ұшы болатын болса, мынау оның негізі, то есть құйымшақтың негізі. Енді буын капсуласына тоқталатын болсақ, буын капсуласы бұл жерде жоқ, өйткені оны мен кітаптардан таппадым. Түсінікті? Енді классификациясы бойынша бұл қандай буын? Бұл жай буын, тек қана екі сүйектің буындық беттерінен құралады, және бұл құрама буын, то есть мына жер бар және мына жер бар, бірақ екеуі бірге қозғалады. Түсінікті? Қозғалыс жасаған кезде екеуі бірге қозғалады. Сол себептен бұл қандай? Бұл құрама буын. Алдыңғы сабақта айттым не үшін құрама деп аталады бұлар, Дальше бұның пішіні кәдімгі жалпақ болып саналады. И соответственно бұл қандай? Бұл үш осьті болу керек. Бірақ қараңыздар, осы жерде бір қызық нәрсе: үш осьті болғанмен де, жалпақ болғанмен де, бұның ішінде қозғалыс почти что жоқ. Енді бұның пішіні жалпақ болғандықтан біз оны автоматически үш осьті буынға жатқызамыз, бірақ ол үш осьті қозғалыс жасай алмайды. Мүмкін кішкентай кезде теориялық тұрғыда енді кәдімгі омыртқаралық диск сияқты мысалы сондай қозғалыс жасай алу мүмкін беді, енді алдыға, артқа, екі бүйірге айналма қозғалыс. Бірақ бұл тек қана әйелдерде ғана босану кезінде құйымшақ не істейді? Артқа қарата жылжуын қамтамасыз етеді екен. То есть артқа қарата жылу. То есть бұл еркектерде қозғалмайды. Тек қана әйелдерде ғана, мысалы босанады ғой. Босанған кезде мынау құйымшақ артқа қарата бүйтіп балаға ыңғайлы үшін артқа қарата қозғалады. То есть артқа кетеді бұл. Түсінікті? Еркектерде бұл қозғалмайды. Енді фиксациялаушы аппарат, байламдар. Ол жерде негізі 4 түрлі байлам кездеседі. Негізі сегіз көз құйымшақ буыны деп бұл жерде көп кітаптарды, көп силабустарда тек қана байламдар ғана сұрайды. Мыналарды сұрамайды да негізі. Бірақ біліп жүріңіздер, Кеттік. Қандай байламдар бар? Латеральды сегіз көз құйымшақ байламы, лигамента сакрококцигиум латералис. Алдыңғы сегіз көз құйымшақ байламы, лигамента сакрококцигиум антериос. Артқы бетке сегіз көз құйымшақ байламы, лигамента сакрококцигиум дорзали суперфициали. Және артқы терең сегіз көзді құйымшақ байламы, лигамента сакрококцигиум дорзали профундум. Қосымша аппарат қандай? Бұл жерде қосымша аппарат жоқ. Енді кеттік. Бұлардың әрқайсының басталатын бекінетін жерін айтайық. Латеральды сегіз көз құйымшақ байламы басталады 5-ші белі омыртқаның көлденең өсіністен, бекінеді қай жерге? 1-ші құйымшақ омыртқаның көлденең өсіністен бекінеді екен. Қазір көрсетемін неден, атылыстан. Алдыңғы сегіз көз құйымшақ байламы ол алдыңғы бойлық байламның жалғасы. Просто осылай. Просто алдыңғы бойлық байлам жалғасы деп айтылады. Артқы бетке сегіз көз құйымшақ байламы, лигамента сакрококцигиум дорзали суперфициали, ол сегіз көз каналының саңылауынан басталып, құйымшақтың артқы бетіне барып бекиді екен. Ал артқы терең сегіз көз құйымшақ байламы ол тек қана артқы бойлық байламның жалғасы. Тек қана осылай
кітаптарда айтылған. Енді соответственно бұның барлығын мен қазір сіздерге неден кәдімгі атластан көрсетуге тырысайын. Кеттік, атласты ашайық енді. Атласты ашатын болсақ, міне қараңыздар, атласта да өзі көрініп тұр. Позвоночный связке жаңа біз алдыңғы сабақта айтқан омыртқаның да денесі, өсінділері доғасы арасына байланысты. Міне крестцово-коптиковый сустав, міне 8 көз құйымшақтық буын. Міне жалпы бірінші байлам ол не еді? Бірінші мынау еді, лигамента латералис еді, то есть лигамента сакрококцигум латералис. Ол жаңа айтқандай 5-ші бел омыртқасының көлденең өсісі, енді бұрынғы кезде көлденең еді, қазір бітісіп кеткен, но сонда да кітаптарда көлденең деп айта береді. 5-ші бел омыртқасының көлденең өсісінен басталып, ол қайда барып бекиді екен? Бірінші құйымшақ омыртқасының көлденең өсісі. Типа көлденең өсісінен барып бекиді екен. Келесі, ол не? Алдыңғы байлам, то есть лигамента сакрококцигум антериор, я? Ол жаңа айтқанымызда не еді? Алдыңғы бойлық байламның жалғасы. Мына қазір бойлық байламды салатын болсақ, алдыңғы бойлық байлам болатын болса, соның жалғасы деп айтылады екен. Болды. Өзі сөйтіп айтасыздар. Келесі, артқы беткей, міне қараңыздар, мынау артқы беткей байлам. Лигамента сакрококцигум постериор суперфициалис. Еске түсіретін болсақ, беткей деген суперфициали, терең деген дарзалис деп айтылатын еді. То есть дарзалис емес, профундум деп айтылады. Енді бұл қалай орналасады? Беткей байлам дейтін болса, беткей байлам. Ол 8 көз каналының саңылауынан басталады. Көріп тұрмыз, то есть біреуін қазір алып тастайық. Мынау если бізде канал болатын болса, мынау соның саңылауы, то есть тесігі, сол тесігінен басталып қайда барып бекиді екен? Ол кәдімгі құйымшақтың артқы бетіне барып бекиді екен. Просто артқы беті деп айтамыз. Ол енді екіге бөліп кетеді, біреуі мына жаққа, біреуі мына жаққа, бірақ артқы беті. Ал жаңа айтқан лигамента сакрококцигум дарзали дейтін болса, мына ішіндегісі, дарзали профундум, ішкі терең. Ол жаңа айтқан артқы бойлық байламның несі еді? Жалғасы. Міне болды. Осындай не? Жаңағыдай байламдар бар екен. Енді бұлардың қызметтері қандай десеңдер, бұның қызметі просто екі сүйекті бір-біріне ұстап бекітіп тұру. Біз айтқан едік қой, байламдардың негізгі қызметі ол фиксация. Кей жағдайларда ғана ол жаңағыдай не? Шамадан артық жаңағыдай амплитуда ғой, бүйтіп амплитуда деген сөз шамадан артық иіліп кету, бүгіліп кету, жазылып кетуден сақтайды екен. Келесі енді біздің қарастыратын нәрсе ол не екен? Ол құйымшақ омыртқалар арасындағы байланыс. 5-ші. Енді құйымшақ омыртқалар тура 8 көз сияқты байланысады. То есть кішкентай балаларда омыртқалар арасында шеміршек диск болған, синхондроз, бірақ уақыт өте келе ол не? Синастозға айналып кеткен. Міне арасында ешқандай не? Шеміршектік дисклері жоқ. Кәдімгі сүйек болып бітісіп кеткен. Болды. Осымен назарларыңызға көп рахмет. Бүгінгі тақырыпта біз нені қарастырдық? Негізгі мына жерде тұрған бітісіп кеткен омыртқалардың байланыстары. Енді мына тұрған екінші байланысты біз айттық, аяқ жамбас тақырыбына барған кезде қарастырамыз деп. Ал қалған мына жердегі мынау, бірінші тұрған, үшінші тұрған және бесінші тұрған, бұларды көбінесе универлерде сұрамайды. Бірақ сұрақ қалса, сіздер енді білесіздер, түсінікті? Негізгі сұрайтын мынау. 8 құйымшақ омыртқалар арасында байланысты. И то ол жерде нені ғана сұрайды көбінесе? Тек қана мына тұрған байламдарды ғана сұрайды екен. Байламдарды атлас арқылы жақсылап көріп, қайталап шығыңыздар. Меніңкі осы.